Жақсырақ. Біз қазір Канзаки деген қаладамыз. Біз бағана ғана 2 сағат бұрын біз Фукуока префектурасында болған болатынбыз. Қазір біз Сага деген префектурадамыз. Бір Жапонияның жаман жағы деймін білмеймін айтайын, бірақ Жапонияда бәрі өте ерте жабылады. Және сол бізге сәл қиындық туғызып тұр. Оған мысалы Токио сияқты ірі қалаларда бәрі 24 сағат істейтін жерлері көп та. Ал мынандай кішкентай қалаларда таксиде жүрмейді екен, автобуста сағат 6-да тоқтайды екен. Оны біз білмеппіз. Сондықтан қазір қиналып тұрмыз, бірақ такси... Бірақ бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Біз және қана бір отельді тапқан едік интернеттен. Сол отельге звондап көрсек болады деп айтқан болатын. Және сол кісілер, отельдің адамдары бізге такси шақырып беру керек. Енді көреміз ары қарай. Айдана сол отельдің адамдары өзіле салды. Бәрі жақсы болады. Такси. Отельге келдік. Енді тамақ жеймеп жатырмыз. Аман-есен жеттік. Тамақ сатып алып, тамақ ішеміз. Қайырлы таң, сіздермен Vibe of Voyage. Біз қазір Йошинагари Коэнге бара жатырмыз. Біздің осы Канзаки қаласына келген себебіміз де осы саябаққа бару. Йошиногари саябағына әлі жеткен жоқпыз. Қазір жүрек жалға баламызды ары қарай жүреміз. 1 сағаттан аса уақыт болды. Оның үстіне қала жым-жырт, тып-тыныш, бір жаяу жүрген адам жоқ, бәрі тек машинамен жүреді. Жол сұрайын десең. Солай. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын. Арманы талаймын, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Ура, біз саябаққа жеттік. Ура! Енді ішке кіреміз. Ал қазір біз Яйой кезеңіндегі ауылда тұрмыз. Бұл Жапон тарихындағы ең ежелгі кезеңдердің бірі болып саналады. Бұл кезең, Яйой кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 300 жыл мен біздің заманымыздың 300 жылдардың аралығын қамтиды. Мына ауылдың аты Йошиногари, және мына артымыздағы жер ол осы Йошиногари ауылының басшылары мекен еткен жер болып табылады. そして鳥の彫刻を乗っけて村の守りが五穀豊穣それとмынау қақпаның үстінде тұрған жұлдыз ол осы ауылдың тұмарлары болып саналады.
автобустардың екі негізгі функциясы бар. Ол бірінші функциясы жаңағы төбеден тұрып халықты бақылай алу мүмкіндігі, және екінші функциясы ол сырттан келген жауларды дер кезінде байқауға мүмкіндік беретін функциясы. Жаңағы айтып кеткен биік құрылыстың үстінде тұрмыз қазір. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, мына ауыл алақандағыдай көрінеді. Яғни жаңағы айтып кеткен екі функциясында орындайды деп айта аламыз.そしていろりを持ってこうやっていろりを持って、冬はあったかく夏はもう涼しく、これだけ掘り下げてね、そして、いろりはここに魚とか動物とか置いとけば燻製、そうです、燻製になる、干物、ね、干物になる、そうやっていかにこの当時はその日に食べなくても長持ちするように何日も置けるように乾燥させるんです。そしてここはね、こうやってこの足の中に虫が湧くから、ここはできるだけ煙を出してそれで、虫を追い出すようなそういう仕組みにもなってる。だからこれ一つ火を燃すことによって、ね、乾燥させる暖を取る、それからこういうの虫を取るのを燻蒸と言います。それはなんか物を火で乾燥するということですね。煙で私たちの国では塩を使って乾燥する。ベーコン作るみたいに。